Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін мен сіздермен 7 сыныптың жаһандық құзыреттіліктер курсындағы зорлық зомбылықты болдырмау және өзіңізді қалай қорғауға болады, басқаларға қуаныш үшін жақсылық жасау деп аталатын тақырыптағы презентациямен бөліспекшімін. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп, осы бейнежазбаны өзге де әріптестеріңізге тарата отырып, яғни басқаларға қуаныш үшін жақсылық жасауды біз бірінші өзімізден бастайық. Алдын ала сізге рахмет. Сабақтың мақсаты оқушыларға зорлық зомбылықтың түрлері мен олардың салдарын түсіндіру, өздерін қорғай білуге, қауіпсіз мінез-құлық қалыптастыруға бағыттау, жақсылық жасаудың маңызын түсіндіріп, ізгілікке тәрбиелеу. Келесі қызығушылықты ояту. Бұнда қауіпсіздік тізбегі деген жаттығуды орындатасыз. Тақтаға борымен үлкен қылып немесе қағазға жазып алып келіп А4-ге магнитпен іліп қоюыңызға да болады. Қауіпсіздігін жазып іліп қоясыз. Осы сөздерді естігенде қандай ой келетінін айтып беруін оқушылардан сұрайсыз. Бұдан кейін өзіңіз қауіпсіз орта, мына тұрған жақсылық, қорғаныс деген сөздерді де ақпаратқа жазып алдын ала шығарып әкелесіз ғой. Балалардың жауабын тыңдап болғаннан кейін жаңағы тақтада ілулі тұрған қауіпсіздік сөзінің жанына тізбектеп осыларды іліп шығасыз. Қазір қазақшадан батарпен жазып жіберейін. Қауіпсіздік сөзін ілініп тұр ғой тақта, соның қасына қауіпсіз орта, жақсылық, қорғаныс деген сөздерді іліп шығасыз. Сонда қауіпсіздік деген сөз осы үш терминнің мағынасын береді. Осы үшеуінің бірігуінен келіп шығып тұр екен. Онан кейін келесі оқушыларға зорлық зомбылық дегеніміз не деген сұрақ қоясыз. Одан кейін оқушылар өздерінің жауаптарын айтады, толықтырасыз. Психологиялық балағат сөздер екен. Қорқыту, жыныстық, шектен шығу, тиісу, кибербуллинг, әлеуметтік желідегі мазақтау, қорқыту, эмоционалдық елемеу, салқын қарым-қатынас. Екінші, өз-өзіңді қалай қорғауға болады. Қауіп төнген жағдайда тез арада сенімді үлкенге айту. Ата-ана, мұғалім, психологқа. Қауіпсіз ортадан шықпай, көпшілік жерде болу керек. Жоқ деп айта білуді үйрену керек. 111-ші нөмірлі телефонға қоңырау шалу керек. Бұл Қазақстандағы балаларға арналған сенім телефоны. Одан кейін келесі үшінші, жақсылық жасау не береді? Эмоциялық жақсылық, достық, мейірімді қарым-қатынас, өзіңде қуанышқа бөленесің, өмірдің жақсы жағын көресің, қоғамда зұлымдықтың азаюына үлес қосасың. Міне бүгінгі зорлық зомбылықты болдырмау және өзіңді қалай қорғауға болады деген тақырыптар төңірегіндегі қысқаша ақпараттар балалар осылар екен. Енді келесі жағдаяттық оқиғаны орындайық. Сіздер жағдаяттық оқиғаны орындатасыз. Өзіңіз оқып беріңіз. Айдос, назар салып дұрыстап тыңдап отырған біз балалар қазір соңында әдеттегідей талқылау сұрақтары бойынша жұмыс жасаймыз деп ескертпе жасайсыз балаларға. Айдос 7 сыныпта оқиды. Соңғы күндері мектепке келуге қорқатын болды. Себебі үлкен сыныптағы 3 бала үзілісте оны итеріп, мазақтап, телефонын сұрап, тіпті егер ата-анаңа айтсаң, соғамыз, ұрамыз деп қорқытады. Айдос ешкімге айта алмай жүр. Бір күні бұл жағдайды Гүлназ есімді сыныптасы байқап қалады. Ол не істеуі керек? Ал енді балалар осы жағдайды оқиға бойынша жұмыс жасайық, шешейік. Осы жағдайды оқиғаның дұрыс шешілуіне атсалысайық дейсіз. Талқылау сұрақтарын оқисыз. Бұны әр өңірден, әр оқушыдан, әр орында отырған кез келген 5 оқушыдан сұрайсыз. Талқылау сұрақтары. Бірінші сұрақ. Бұл қандай зорлық түріне жатады? Балалар жаңа өтті ғой, айтады. Айдос не істеуі керек? Екінші сұрақ. Үшінші сұрақ, Гүлназдың әрекеті қандай болуы керек? Төртінші сұрақ, сен осындай жағдайға тап болсаң, не істер едің? Бесінші сұрақ, бұл оқиғада жақсылықты қалай жасауға болады? Міне осы бір балалар жағдаяттық оқиғаның үстіне зорлық зомбылықты болдырмау және өзіңді қалай қорғау жолдары, басқаларға жақсылық
қуаныш сыйлау сияқты 3 негізгі тақырыпта беріліп тұр дейсіз. Одан кейін жақсылық, бұны талдап аласыз, жаңағы оқушылардың сұраққа берген жауаптарын тыңдап аласыз, кері байланысты беріп орнына отырғызасыз да жақсылық жасау әрекеті бойынша жеке тапсырма бересіз. Балалар, дәптерлеріңді ашып қойыңдар дейсіз де, дәптерімізді ашып дәптермен жұмыс жасайық. Ал енді балалар сонда жақсылық жасау әрекеті деп тақырыпты жазады дәптеріне. Одан кейін мына тапсырманы орындайды жекелеме. Апта бойы жасаған 3 жақсылығыңды дәптеріңе жаз, бір аптаның ішіндегі. Кімге көмектестің? Қандай сезімде болдың? Сол адамның реакциясы қандай болды? Міне осы 3 сұрақ төңірегінде қысқаша 3 сөйлеммен жауаптарын жазады. Одан кейін оны оқытасыз. Болған балалардың бәрі болғаннан кейін уақыт бересіз ғой. Тыңдап отыру керек. Кімдікі өте жақсы жазылды, оған әр тиісті жазу деңгейіне қарай бағалап кері байланыс бересіз. Одан кейін қарсы әрекет деген рөлдік ойынды ойнатасыз. Бұл топтық жұмыс, нөмір 1. Мына жерде жұппен деп топпен берем деп ойлаған. Алдында жұппен берем деп, бұны кейіннен топпен беріп. Топпен бір жағымсыз әрекет көрінсін сахналаңдар. Мысалы, мазақ ету, басқаша енді көп қой. Кейін оны дұрыс, сыпайы және заңды жолмен шешудің жолын көрсетіңдер. Бұл 1 топтық. Сыныпты топқа бөлесіз. 3 топқа бөлесіз, или 2 топқа бөлесіз. Бұл сыныптағы балалардың санына қатысты. Бұнда белгілі бір уақыт өңірінде орындап аласыз, рахмет айтасыз, кері байланыс бересіз. Одан кейін келесі 2 топ жұмысты бересіз. Мен өзімді қорғай аламын. Бұнда постер құратасыз. Алдын ала керекті ресурстарыңды әкеп қоясыз ғой. Ватманыңызды, маркер, пилипчарт, сурет, желімдеме деген сияқтыларды. Бұнда оқушылар өзі қорғаудың 5 тәсілі атты постер құрастырады. Суреттерге жазады, ұран құрастырады, кеңестер енгізу қажет жаңағы постердің ішіне. Оған бір белгілі 10 минуттай уақыт кетеді. Одан кейін бұны да тыңдап аласыз да кері байланыс бересіз де, бұны біткеннен кейін оқушыларға рахмет айтып, соңынан енді өзімізді тексерейік деген сабақ соңындағы әдеттегідей тест тапсырмасын орындатасыз. Яғни бұл жерде квиз платформасы арқылы осы сабақтың мазмұнын ашатын 10 сұрақтан тұратын тесттік тапсырма құрастырылды. Бұны да сыныптағы 5 ұл 5 қыздан, или өзіңіз қандай интерактивті әдісті біліңіз бар, белсенді қолданатын сол әдісті қолданып, жалпы 10 оқушыны шығарып, осы тесттік тапсырманы орындатасыз да, сабақ басында алған білімдерін тексеріп аласыздар. Енді соны қосып қояйын. Міне, дұрыс жауабымен қойдым. Міне қазір жазылып жатыр. Бұны сіздер осы бетте квиз платформасынан қолдануларыңызға болады. Ссылкасы керек десеңіздер, жалпы республикалық чатқа жазсаңыздар, мен сол жерге жазамын, жіберем, немесе қайтадан осы бейнежазбаның астына ссылкасын салып қоямын. Өзіңіздегі бар платформамен де қолдануыңызға болады, осындағы сұрақтарды алып, немесе қағаз түрінде де қолдауыңызға болады. Бір сұрақ, бір ұпайдан. Сонда оқушыларды мотивация беріп қоясыз. Біз мына квиз платформасынан, яғни ноутбуктен, компьютерден жеңіліп қалмауымыз керек дейсіз. Міне 9 сұраққа жауап берілді. Енді соңғы сұрақ. Бұл телефонның нөмірін балалар білу керек. Бұл біздің республикамыздағы жұмыс жасап тұрған сенімді телефоны. Енді осылардың бәрін орындатылған сабақ соңында қорытындылайсыз. Жақсылық жасау зорлықты жеңудің жолы. Зорлық-зомбылық бұл адам құқығын бұзу. Әр адам өз өміріне, денсаулығына және тыныштығына құқылы. Кез келген қауіп төнгенде үндемей қалмай өзіңізді қорғау керек.
Жақсылық жасау тек өзгеге ғана емес, өзіңе де пайда келеді. Енді мына ұранды балаларға соңында оқытып жібересіз. Жақсылық жасап жарысайық, зорлықпен емес, мейірімділік, мейіріммен жеңейік деп сабақтың соңында қорымен оқытасыз да сабағыңызды аяқтайсыз. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Осы бейнежазбаны өзгелерге де тарата отырыңыз, бір керегіңізге жарасын.